Барлықтарыңа ассалам достар, сендермен видео орындап отқан бұл мен Нурик, және де ютуберлікке жол рубрикасының 7-ші бөліміне қош келдіңіздер. Достар, барлығымыз білеміз, мен блограша проектінен видео шығармағаныма уже бір аптадай болып кетті. Енді бұрынғыдай активті қайтара аламыз ба, оны білмеймін. Но осы видеодан кейін міндетті түрде 600 подписчикке жетуіміз керек, өйткені маған примерно бір 13 подписчикте жетпей тұр достар. Егер де кімде менің каналыма тіркелмеді, солар тіркеліп лайк басып кетсін. Егер де келесі видео тез шықсын десеңдер, менің каналыма 600 подписчик немесе осы видеоға 50 лайк жинап кетіңдер. Сол кезде мен келесі видеоларды прям тез шығаратын боламын. Ал енді көпке созбай видеомызды бастайық. Видеоның басын бір әдемі кейстермен ашқым келіп отыр. Яғни осы жақта менде екі стандартный кейс бар. Ол екеуін қалай айтқанымды қазір айтып беремін. Бірінші осыны ашып алайық достар. Бізде бұның біріншісінен бізде Гола деген машина түсті. Әрине бұны забрать ететін боламыз. Ал достар, екіншісін ашамыз достар. Мінекей екінші стандартный кейс уже. Так, открытті басамыз и подтвердить. Қазір көретін боламыз не түсетінін. Так, бізге VIP кол түсті. Қанша күнге достар? 21 күнге VIP кол түсті. В общем, енді достар, жаңағы екі кейсті қайдан алғанымды айтып берейін. Біріншісін бұл бізде жазда месяцы 3-тен, осындай новыйдан не шықты ғой бізге, Савитя, сол Савитядан алған болатын бір кейсті 25-ке жетіп. И мінекей жаңа бізде екі бомбический кейс ашқаным бізде видеоға түспей қалыпты. Біріншісінде осындай Нива түсті, ал екіншісінен бір VIP код па, сондай бір нәрсе түсті. Бізге жаңағы түскен Гола деген машинамызды забрать етіп оламыз, және оны әрине госқа слететіп жүретін боламыз. 6000 рублиге мінекей біз Гола деген машинамызды шығардық, және оны қазір гостын көретін боламыз. Бізде госты 700 000 рублей, және біз оны гостқа ссылка ретіп жүрдік. Жаңағы бір стандартынды осы яқтан алдым, және қалған екінші стандартныйды мен ол 30 рет ежедәуне кейсті ашқаным үшін берді. И біз қазір бұның бәрін өшітетін боламыз. Осы қолымызда қанша бар, соның бәрін өшітеміз әрине. Жаңағы лучина не болды десеңдер, яғни мен оны 4-5 күн өшітіп тастаған болатынмын. И біз қазір уже 32-ші левелдамыз. И біз қазір осы екі играның біреуін таңдап ойнай беретін боламыз. Әрине осыны таңдай салдым. Мінекей достар, біз екінші орын алып қалдық, және 200 рублеймен 640 поршын берді. И осылай біз ойнап мына немізді көтеретін боламыз, Савитядағы левелімізді. И уже біз қазір 33-ші левелға жетеміз смело. Ендігі кезек бізде мастер дрифта, бұл жақта чисто дрифт етеміз. И қазір мен сендерге өткізіп жүрейін алдыға қарай, өйткені мен мына жақта по-любому екінші орын алып қалдым. Өйткені мына Volvo деген машинамен вообще дрифт ете алмаймын, өйткені бұл скорості жай алады, плюс сондай общем. Құттай болсын, тактика айтып қояйын, өйткені мына жерде уже тактиканы бәрі біледі. Сонда да білмейтіндер болса, если осылайынан осы жерге дрифт ете бересіңдер, осылайынан бір жерден ете берсеңдер, очко жинала береді өзімен өзі. Ана қызыл меткаға барып қажет жоқ. И осылай, в общем, оны бәрі көріп тастады деген ойдамын. Уже TikTok, YouTube-тан бәрінен прям уже барлығы айтып тастады. Білем достар, вообще видео қысқаша болды, яғни 3-ақ минут болды. Но сонда да достар, осы видеоға лайк басып тіркеліп кетейік. Но өйткені менде видео шығаралмай жүргенімнің себебі бұл телефоннан проблема болып отыр. Яғни ана видео түсіретін записімен осы телефоным кішкене соңғы кездері қатып жүр. И в общем, осылай видео түсіре алмай жүрмін. И в общем, осы видеоға кемінде 50 лайк емес енді достар, 30 лайк жинап тастаңдар. И содан кейін барып келесі видео тез шығатын болады. Ал сендермен болған мен Нурик, пока-пока, чао.